ашқан Қалтаевтар әулетінің дүбірлі тойына қош келдіңіздер. Шоқтырып алты қазан ет астырып, ағай ойынге келіп, дүбірлетіп, бәйге беріп, Қалтаевтар әулеті Айсұлтанұлымыздың сүндет тойы және Адина қызымыздың тұсаукесер тойы дүбірлетіп тұрып жасап жатыр екен. Әй бәрекелді, бұл деген ортақ той емес пе? Ендеше сіз болып, біз болып бірге тойламадық па? Олай болса ағайын, сіздердің құрмет қошеметтеріңізден бүгінгі той төріне торқалы тойдың себепкерлері Айсұлтанұлымыз бен Адина қызымызды сіздердің құрмет қошеметтеріңізбен ортаға алдырамыз. Қарсы алыңыздар ағайын. Қошеметтеріңіз қайда? Шоп, шоп, шоп. Өзгелерден ақылға өлмасса жаратуға баласының батырлығы қанмен бойға таратуға алақалай алашымның қара қолдай баласымын қастерлі алашымның қорғаймын барасылым намысын қолдан емес қазақтың баласымын қастерлі алашымның қорғаймын барасылым намысын қолдан емес қазақтың баласымын. Ай керемет! Кезең парызынан құтылу иықтан түскен жүкпен тең, жүзің жарық болуы ыстық нұрлы күнмен тең дейді қазақ. Ал мұсылман болу тағдыры әркімнің басына бұйыра бермеген бар ағайын. Олай болса ағайын, бүгін мінекей ел азамат атанып отқан Айсұлтанұлдарыңызға бұл қол шапалақтарыңыз болсын. Мұсылмандық тойларымызды бастауға біз қысылмадық. Келіп тұрған ұлдарымыздың құрметтерімен, ақ тілекпен тойымызды біз бастадық. Ал олай болса ағайын, бүгін Көкшетаулық Арғын елінен бүгін Айсұлтанның нағашылары келіп барған екен, және де нағашыларының атынан Ашамайлы Ақбозатты бүгінгі тойдың төріне алдырсақ, және де Ақбозаттың үстіне қондыру үшін бүгінгі Айсұлтанның нағашы атасы Мүтәлі ағамызды ортаға шақырсақ. Ал олай болса ағайын, бүгінгі Айсұлтанға байғазы көрімдіктеріңізді салсаңыздар болады ағайын. Той құтты болсын. Керегесі кең болған, көз құласы тең болған, құлынды ұрпақ өсіріп тұғыры биік ел болған, көптілігі сай болған, жегені құрт май болған, алысқа келсе ағайын, бергені жібек ай болған дегеніне бүгін мінекей осындай торқалы той жасап жатқан Қалтаевтар әулетіне осындай дүбірлі тойлар бітпесін деп қана қуаныштарда ғана қалшайық. Бүгін мінекей Айсұлтанұлдарыңыз елін жерді қорғайтын азамат болсын. Байғазыларыңызды, көрімдіктеріңізді, салықтарыңызды